А мен Б рационал сандар және Б нөлге тең емес болсын. А бөлінген Б ол рационал сан ба, әлде иррационал сан ба, соны анықтаңыз дейді. Бұл жерден назар аударсаңыздар, бұл Б неліктен нөлге тең бола алмайды? Себебі, көріп отырғандарыңыздай А бөлінген Б, егер Б нөлге тең болса, онда бізде сан бөлінген нөл болып, ол анықталмай қалатын еді. Сонымен, ал енді А мен Б рационал сан деп тұр. Осы екеуінің қатынасы бізде енді иррационал, рационал немесе екеуі де бола алады деген жауапты осыларды табайық. Олай болса, мен де бастапқы берілген А деген санымды былай жазайын. Сонда бұл А деген рационал сан десе, онда ол М бөлінген N түрінде жазылады ғой. Ал енді келесісі, Б деген рационал санымызды, онда мен P бөлінген Q түрінде жазалам. Ал енді бұл жердегі мына M, N, P, Q деп отырғанымыз, олар бүтін сандар. Сонымен міне M, N, P, Q, бұлар бүтін санға тиістеген. Сонымен тағы да бір ескеретініміз N және Q олар қандай? Нөлге тең емес. Соны жазып қойық. N тең емес нөлге және Q тең емес нөлге. Себебі N мен Q нөлге тең болатын болса, онда бұлардың бөлімдері нөлге тең болып қалатын еді. Ал енді осы екеуінің қатынасын табыңыз деп тұр ғой. Онда мен жазайын. Міне А бөлінген Б ол тең бірінші бөлшегіміз M-нің N-ға қатынасы, ал екінші бөлшегіміз P-нің Q-ға қатынасы деп тұр ғой. Енді осы екі бөлшекті бір-біріне бөлетін болсақ, онда ол тең MN көбейтілген PQ екеуі алым мен бөлімдерін орнына ауысады. Сонда бөлімінде P, алымында Q болады екен. Сонда екі бөлшекті бір-біріне көбейтетін болсақ, бізде M мен Q-ды көбейтсеңіздер MQ, ал N мен P-ны көбейтсеңіздер NP шығады. Сонда міне А мен Б-ның қатынасы ол қайтадан міне мынадай MQ бөлінген NP түрінде жазылды. Бұл жердегі мына M, N, P, Q деп отырғанымыз бұлар бүтін сандар ғой. Тек қана N мен Q нөлге тең емес. Олай болса, бұның алымы да бүтін санға тиісті, бөлімі де бүтін санға тиісті болып тұр. Сонымен біз міне екі санның қатынасы ретінде жаздық. Олай болса, А-ның Б-ға қатынасы ол қандай сан екен? Ол мынау рационал сан болады екен. Ал енді келесісі екінші мысалымызға көшейік. Екінші мысалымыз А мен Б иррационал сандар болсын. Олай болса, А бөлінген Б рационал сан ба, әлде иррационал сан ба, соны анықтайық. Ал енді бұл жерден назар аударсаңыздар, А мен Б бұлар иррационал сандар екен. Онда мен бірінші Аға, бірінші мысалымыз ретінде А түбірасты 2 көбейтілген 2 немесе 2 еселенген түбірасты 2-ге тең болсын. Ал Б деп отырған санымыз ол түбірасты 2-ге тең болсын. Енді осы жерден А-ның Б-ға қатынасын алатын болсақ, міне А бөлінген Б ол 2 түбірасты 2-ні түбірасты 2-ге бөлем. Мұна екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді, сонда бұның жауабы жай ғана 2-ге тең екен. Ал 2 дегеніміз ол бізде рационал санға тиісті ғой. Енді келесі мысалым ретінде мен онда мынаның бірінші мысалымыз деп жазып қояйық. Енді келесі екінші мысалымыз. Оған мен А ретінде түбірасты 2-ні алайын, ал Б ретінде түбірасты 7-ні алайын. Сонымен осы екі санның бір-біріне қатынасын алатын болсақ, сонда А бөлінген Б, мына жерден А бөлінген Б ол тең түбірасты 2 бөлінген түбірасты 7. Екі рационал санның қатынасы, көріп отырғандарыңыздай, түбірасты 2 иррационал санның қатынасы, кешіріңіздер, мынау А, Б иррационал сандар. Бұл екеуінің қатынасын алатын болсақ, сонда міне түбірасты 2 бөлу түбірасты 7. Ал енді мен бұны жалпы түбірге кіргізсем, көріп отырғандарыңыздай, түбірдің астындағы 2 бөлінген 7 екен. Ал енді бұл сонда иррационал сан екенін көреміз. Сонда бұның жауабы бірінші мысалымызда рационал шықты, ал екінші мысалымызда көріп отырғандарыңыздай иррационал сан шықты. Демек, онда бұл екеуі де бола алады екен. Иррационал сан да бола алады, рационал сан да бола алады екен. Енді келесі есебіміз ол былай дейді. А нөлге тең емес рационал сан болсын. Енді осы жерден А көбейтілген түбірасты 8 бұл рационал сан ба, әлде иррационал сан ба дейді. Осыны анықтайық. Олай болса, мен ең бірінші бұл жерден А дегеніміз ол рационал сан деп тұр ғой. Олай болса, мына түбірасты 8-ге назар аударайық. Мұнда жазайын, түбірдің астындағы 8. Ал бұл дегеніміз түбірдің астындағы 2 көбейтілген 4 қой. Енді бұны жазатын болсақ, жеке-жеке түбірдің астындағы 2 көбейтілген түбірасты 4. Түбірасты 4-тен байқасаңыздар, назар аударып қарасақ, бұдан 2 шығады екен. Сонда түбірасты 8 деп отырғанымыз мына түбірасты 4-тен 2 шықса, бұл 2 көбейтілген
түбірдің астындағы 2-ге тең екен. Яғни түбір асты 8 деп отырғанымыз ол 2 көбейтілген түбір асты 2-ге тең болды. Енді бастапқыда бізде а деп отырғанымыз сонда а көбейтілген 2 түбірдің астындағы 2 бұл бізде қандай сан? Бұл рационал сан, мынау да рационал, 2 рационал санның көбейтіндісі рационал, ал түбір асты 2 ол бізде иррационал сан болғандықтан, рационалды иррационал санға көбейтсек, онда бұл иррационал сан екенін көреміз. Иррационал сан. Сонда бұның жауабы бізде иррационал болады екен. Енді келесі мысалымызға көшейік. Келесі мысалымыз былай дейді. А иррационал сан болсын, минус 24 қосылғаны рационал сан ба, әлде иррационал сан ба, соны анықтаңыз дейді. Олай болса мен біріншісінде бұнда а ретінде жазайық. А тең минус пи болсын. Енді осыдан біз жуықтап пиді алатын болсақ, мұнда жазып қояйын, минус пиді жуықтап минус 3/14-ке тең деп алайын. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, сонда минус 24, енді келесі қосылған а деп тұр ғой. Онда бұның мәні минус 24, міне плюс а, ол тең минус 24 азайтылған пи, ал енді бұны жуықтап алатын болсақ, яғни мына жерден пидің орнына, минус пидің орнына минус 3/14 алайық. Сонда бұл минус 27/14-ке тең екен. Сонда көріп отырғандарыңыздай, міне, бұл бізде қандай? Бұл тағы да солай кете береді ғой, міне. Бұл тек міне алғашқы, мен тек екеуін ғана алдым. Ал енді келесі, екіншісі, мен а ретінде түбір асты 2-ні алайын. Онда көріп отырғандарыңыздай, минус 24 қосылған түбір асты 2. Ал бұл бізде қандай? Иррационал сан ғой, рационал сан, оған иррационал санды қоссақ, иррационал сан шығады. Ал енді үшіншісіне онда мен а тең минус түбір асты 2-ні алайын. Онда көріп тұрғандарыңыздай минус 24 азайтылған түбір асты 2 болады. Сонда бұл да бізде қандай? Иррационал сан болады. Сонымен міне, көріп тұрғандарыңыздай аға минус пиді алатын болсаңыздар, бұл да, яғни бұлай шексіз периодсыз түрде кете береді. Демек, онда бұл иррационал сан, минус 24 қосылған түбір асты 2, бұл да иррационал сан, бұл да иррационал сан болады екен. Сонда бұның жауабы иррационал сан деген шығады екен.